Сәлеметсіздер баршаға. Бүгін сіздермен товар таңдауда қажет болатын ақпаратпен бөліскелі тұрмын. Менің каналымда Pinduoduo платформасы жайлы толық сабақтар келтірілген және түрлі фишкалар бар. Каналға тіркеліп лайк баса отырыңыздар. Енді қандай да бір товарға өтейік. Мысалға, мынау ойыншық кілемше, бренд белгісі бар, 100% оригинал товар екен, сатылым саны, продажасы өте жақсы, 10+ дейді. Және мына жерде бағана түрінде көрсетілген ол магазин рейтингісі. Бізге әдетте ең үздік 20 магазинді көрсетіп қояды, соның 20-шы орынды алады екен. Астында комментарий саны. Ең бірінші тұрған комментарий ол осы сіз таңдаған товарға берілген комментарий. Астында тұрған комментарийлер магазиннің барлық продуктісіне, яғни өнімдеріне берілген комментарий болып табылады. Мына жерде магазин рейтингісі көрсетілген, қолданушы саны 100+, рейтингісі 5 жұлдыз. Енді товардың өзінің комментарийіне өтеміз. Үстінде қарасаңыздар, розовыймен белгіленген, оның барлығы бізде жағымды комментарий болып табылады. Астыға түсіп қарасақ, мына жерде сұр жазумен тұрған 126 ол товарға берілген шынайы кері сипаттамалар, яғни комментарийлер болып табылады. Енді осының үстінен басамыз. Мына жерге статистикасын көрсетіп қойыпты. Жағымсыз комментарий тек 0,6%-ды құрайды деп. Енді міндетті түрде сапалы товар алу үшін осы комментарийді да аударып қарап шыққандарыңыз дұрыс. Мысалға, мына бір комментарийді қарайық. Товардың сапасы өте нашар, кейбір бөлшектері келгенде сынып келді. Тіпті 4 айлық бала қолданғанның өзінде 1 айға шыдамай сынып қалды деген тәрізді комментарий қалдырыпты. Тағы комментарийларды қарасақ, бірден құлап қалады, алуға кеңес бермеймін деген тәрізді комментарийлар қалдырыпты. Енді басқа да товарды алып қарайық. Мына бір товар, носки, сатылым саны жаңағыдай өте жақсы, 30+ деп тұр. 9-5 комментарий саны. Магазин рейтингісі бойынша 4,5 жұлдыз. Магазиннің басқа да товарларына жағымсыз комментарийлар жазылмаған. Енді товардың өзінің комментарийі. Астыға түсеміз, 313 жағымсыз комментарий бар екен. Жаңағыдай 0,3%-ды құрайды. Алайда міндетті түрде танысып шығыңыздар, қандай жағымсыз комментарий қалдырған екен. Мына жерлерде жазыпты, товардың сапасы өте нашар, жібі тез шығып кетеді. Одноразовый тек бір-ақ рет киюге арналған носки екен деген тәрізді комментарий қалдырыпты. Енді оплатаға қарай өтейік, бағасын салыстырып қарайық. Қазір скидкамен тұр екен, 5 юанға дейін 24,9 бастапқы бағасы. Мына жерде 10 пар носки алуға болады. Носкиді алар кезде шатастырмаңыздар. Кей кезде тек 20 деп көрсетіліп тұрады, 2,20 деп. Яғни 2-ден 20 носки деп шатасып кетпестеріңіз үшін міндетті түрде аударып алыңыздар. 10 носки бағасы 19,9 юанға тұр. Бұл шамамен 1200-1300 теңге. Бір носкиге салыстырып қарасаңыздар 130 теңге. Әрине, мұндай жыл носкилер бізде 400 теңгеден басталады, тіпті 800-900 мың теңге аралығында болады. Сондықтан былайынша бағасына қарап та байқауға болады сапасына жарлау екені. Негізінен 19,9 деген бағаға 5 пар носки алатын болсаңыздар, сапасы жақсырақ болады. Осылай, тек қана магазиннің рейтингісі емес, комментарий, живой отзывтарға да міндетті түрде қарап заказ салғандарыңыз дұрыс. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.